Компьютердегі және флешкадағы өшіріп алған файлдарды қайта қалпына келтіретін Recover деп аталатын бағдарламаны қалай қолданамыз? Ол үшін Recover бағдарламасын тышқанның сол жақ батырмасымен белгілеп алып, оң жақ батырмасын басамыз. Шыққан жаңа менюдан Открытьке басып, ашып аламыз. Бұл Recover бағдарламасын компьютерімізге қалай жазып, орнатып алу керек екендігі туралы алдыңғы сабақта айтып кеткенмін. Сол сабаққа осы видеоның аяқ жағында және описаниясында сілтеме қалдырып кетемін. Мінекей вас приветствует мастер Recover деп тұр. Енді бұл бағдарламада біз тышқанның тек қана сол жақ батырмасын қолданатын боламыз. Далеге басамыз. Мінекей келесі терезеде қандай файлдардың түрлерін қалпына келтіру керек, сол туралы берілген. Мысалы, тек картинка ма, тек музыка ма, тек документ па, тек видео ма, тек сжатый файл ма, сол сияқты асты жағында. Электронды почта деген сияқты. Енді біз файлдардың барлық түрін қалпына келтіріп көреміз. Мінекей все файлды таңдап, далем басамыз. Енді бұл терезеде сол өшіріп алған файл қайда орналасып еді? Соны таңдау керек. Мысалы, карта памяти ма, или мои документы ма. Корзина болса, корзинаны таңдаймыз. Енді мен сіздерге флешкадағы өшіп қалған файлдарды қалай қалпына келтіру керек екенін көрсететін боламын. Енді алдын ала флешканы неге қосып аласыздар компьютерге? Мінекей енді в указанном месте деген таңдап, обзорды ашамыз. Осы қатардан өзіміздің флешканы тауып аламыз. Мінекей флешка. Мінекей окейді басамыз. Міне енді дали. Терең және толық іздеп қалпына келтіру үшін на углубленный анализ дегенді қосамыз. Мінекей птичка қойылды. Енді начатқа басамыз. Мінекей процесс басталды. Міне процесстің жүріп отқаны. Мынау табылған файлдардың саны. Енді ескертетін айтатын жайттар. Флешкадан болсын, или компьютерден болсын, файлдарды қайта қалпына келтіру керек болса, енді орысша айтқанда восстановить дейді. Сол флешкаға компьютерге отдельно айтатын болам. Сол флешкаға сол файлдарды восстановить ету керек болса, қазақша айтқанда қалпына келтіргенше флешканы қолданбаған дұрысырақ болады. Мысалы, бір файлдар жазып, бір программалар орнатып деген сияқты. Бұда технология былай ғой. Мысалы, бұрындары видеокассеталар болушы еді ғой. Соларға біз бір өзіне кино тұрса, телевизордан запись жүргізсек, ана кино өшіп қалады, ана запись үстін басып қалады. Бұларда да сондай технология. Флешкада да, компьютерде де. Компьютерге қатысты айтатын болсақ, бұда мысалы корзина, жұмыс үстелі, олар С дискісіне жатады. Локальный диск дейді ғой, С дискісіне. Ал Д дискісі ол өзінше бөлек. Бұларда да дәл солай сияқты компьютерде де, егер С дискісінен бана корзина, жұмыс үстелі С дискісіне жатады ғой. Енді С дискісі өзінің ішінде файлдар да бар, бөлек-бөлек. Егер сол С дискісінен қалпына келтіру керек болса, С дискісіне программа орнатып, файлдар жазып, тағы сондай басқа да нелерді қолданудың
қажеті жоқ. Енді файлдарды қалпына келтіріп алғанша D дискісінде де дәл солай. Мінекей біздің бағдарлама тапқан файлдарын шығарды. Мінекей бұл жерде жасыл, домалақ жасылдар. Бұл жақта енді қазір менде флешка кішкене дұрыс емес болғасын аз шығарды. Көп рет форматировать етілген сондай флешка бұл. Енді сіздерде тек қана бұндай жасыл домалақтар емес, сары домалақтар да, қызыл домалақтар да шығуы мүмкін. Шығады негізі. Жасылдар бұлар толық қалпына келтірілген, орысша айтқанда восстановить етілген файлдар. Ал егер сары болса, ол орысша айтқанда поврежденный. Поврежденный дегеніміз, мысалға фото или документ болса, сіз оның мысалға 4/1 бөлігін ғана көре аласыз, или 5/1, кейде бір жарты бөлігін ғана көре аласыз сондай. Ал егер қызыл болса, ол қызыл енді қалпына келтіруге жарамайтын файлдар. Егер енді сізге керекті деген файл сондай қалпына келтіруге жарамайтын файлға келіп қалса қызыл болып, немесе таппай да қалса бұл программа, басқа да программаларды қолданып көруге болады. Енді ол басқа программаларды, қазақша айтқанда бағдарлама, соны келесі сабақтарда көрсететін боламын. Ол енді болашақта. Енді наны қалай қалпына келтіретімізді көрейік. Міне керекті деген енді осылай қолмен теріп аламыз. Қалпына келтіру керек деген. Керек еместер болса, мысалға бұлай птичка қоймасақ, олар уже қалпына келтірмейді оларды. MP3 деп тұрғандар, бұлар музыкалар. Анау енді өзінше бір программа. Енді значит, наны көрсетіп жіберейін. Перейти в расширенный режим деп ашсақ, бұл жерде мысалға фото документтер болса, егер осы бағдарлама сол фото документтердің форматтарын оқитын болса, мына жаққа сол туралы кішкене ақпарат шығарады. Енді мінекей мынаны жалғастырайық. Нені восстановить ету керек екен файлдарды белгілеп алдық. Енді қалпына келтіретін файлдарды. Енді восстановитке басамыз. Енді бұл жақта да мұқият мән беретін жағдай. Сіз енді флешкадан восстановить етіп отқаннан кейін, қайтадан соны флешкаға таңдап восстановить етуге болмайды. Қазақша айтқанда қалпына келтіруге болмайды. Не S дискісін таңдайсыз, не D-ні таңдайсыз. Енді алдын ала сол S дискісіне или D дискісіне осыған папка ашып дайындап қойған дұрыс болады. Сол кезде шатаспайсыз. Мен енді D дискісіне дайындап қойын. Енді мыналарға да қатысты айта кетейін, S дискісі мен D дискісіне. Мысалға сіз бағана корзина жұмыс үстелі жалпы S дискісінен файлдарды қалпына келтірсеңіз, оны уже сіз D дискісіне қалпына келтіретін боласыз. Орысша айтқанда восстановить дейді, шатаспас үшін. Ал егер керісінше D дискіден бағанадай қалпына келтірсеңіз, оны осылай соңына келгенде қайтадан қалпына келтіру таңдағанда, осылай теріп таңдап алып керекті файлдарды. Ол кезде уже S дискісіне қалпына келтіретін боласыз. Мінекей енді мен флешкадағыны D дискісіне қалпына келтіретін болам. D дискісінен бұған арнап папка ашып қойғанмын. Мінекей файл деген папка. Осыған қалпына келтіретін боламыз. Окейға басамыз. Мінекей қалпына келтірген файлдар саны, сол туралы ақпарат беріледі. Енді сізде қазір менде бұл флешка 1 гигабайт, 8 гигабайт или одан да жоғары болса, или даже внешний жесткий диск деп жатады ғой, сыртқы жесткий дисктар. Ондайлар болып жатса, бұдан да көбірек ұзағырақ уақыт алады. Мінекей окейға басамыз. Программаны жабамыз. Енді D дискісін көрейік. Файлдарымызды сақтаған папканы.
мінекей файлдарымыз, мінекей музыкалар, бір программа. Енді сабақты түсіндіре алсам, лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк. Әрине каналға да жазылуды ұмытпаңыздар. Әлі болашақта видеолар шығарып отыратын боламын. Отауға қатысты, компьютер, телефондарға қатысты. Осындай флешка, әртүрлі тематикаға болады бұйырса.